Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үлпілдек пончиктар дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін тамашалап, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз. Алдымен електен өткізілген ұнымызбен дрожжды осылай жақсылап араластырып аламыз. Кейін видеодағыдай қылып, ортасын шұңғылдайтын боламыз. Оған жылы сүтімізді қосамыз. Достар, сүтіміз ыстық болмауы қажет. Кейін қант, шым-шым тұз, жұмыртқа және де ерітілген сары майымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымызды осылай біртіндеп қосатын боламыз. Менде 200 граммдай ұн кетті. Сіздер барлығын бірден қоспаңыздар, өйткені біреуде аз, біреуде немесе көп кетуі мүмкін. Қамыр бізде жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығуы қажет. Кейін оны 2 сағатқа жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Менде 2 сағаттың ішінде көтерілді. Енді осылай ұнды сеуіп жақсылап, қамырымызды жаямыз. Қатты тым жұқа қылып жібермеңіздер. Осындай стакандардың, бокалдардың немесе басқа да нәрселердің көмегімен формамызға келтіріп аламыз. Осындай формаларға келтіріп алғаннан кейін пончиктарымызды тағы да бір 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Міндетті түрде бетін жауып қойыңыздар, беті кеуіп қалмасын. Қызып тұрған майға пончиктарымызды салып, екі жағынан жақсылап қызарғанша пісіріп аламыз. Пісіріп болғаннан кейін міндетті түрде суытып алыңыздар, және де бетін әртүрлі нәрсемен әрлесеңіздер де болады. Мен бетіне осылай шоколад жақтым. Сіздер жай ғана сахарный пудраны сеуіп қойсаңыздар да өте дәмді болып шығады.